Oynaştırıyorlar. Оқушылар, біз өткен сабағымыз бойынша бүгін сабағымызды жалғастырамыз, яғни дүниежүзілік шаруашылық тақырыбын. Бүгін жалпы сабағымызды бастамас бүгін жалпы қандай күн? Аптаның соңғы күні, яғни бүгін адамдар жалпы бойына рухани әсер алатын, рухани қазына алатын күн, яғни біздің жұма күніміз. Сондықтан осы күні біз барлығымыз әр ісімізге оңынан болсын деп, жақсылықпен осы күнімізді, сабағымызды бастайық. Олай болса, біз өткен сабақ бойынша сіздерге үй тапсырмасы бойынша тақырып берген болатынмын. Осы тақырыпты сіздерге Word программасы бойынша сіздерге сұрақтар дайындап бердім. Осы сұрақ арқылы сіздерден осы үй тапсырмасын бір еске түсіріп алайық. Ал жалпы сабақ бастамас бұрын сіздерге алдарыңызға бүгінгі сабағымызды бағалау құралы көрсетіп отырмын. Яғни бұл біздің білім класс платформасы бойынша беріліп отыр. Яғни бұл жерде бүгінгі сабақтарыңды сіздер балл жинау арқылы, осы білім платформасы арқылы бағаланып отырасыздар. Ал олай болса дайынбыз ба? Ал сіздердің алдарыңызға бірінші сұрақты бастайын. Заманауи фактор саласына жататын факторларды ата. Аман. Заманауи факторға жататындар болады. Экологиялық саясат. Және ғылым. Иә? Ғылым мен экологиялық саясат. Отыра ғой. Кибернетиканың негізін салушы деген атаққа ие болған ғалым кім? Айта ғой. Бұл Америка ғалымы Ноберт Вейдер. Дұрыс. Келесі сұрағымыз, экономикалық географиялық жағдайдың басты 4 түрін бөліп көрсеткен ғалым кім? Айта ғой. Баранский. Баранский, өте дұрыс. Келесі сұрақ. Неге экономикалық географиялық жағдайда өндірісті теңіз маңына орналастырған тиімді? Айта ғой. Теңіз арқылы тасымалдау арзанырақ және тасымалдаушыларға өте тиімді болып келеді. Дұрыс. Байырғы шаруашылық факторлар қатарына жататын факторларды ата. Алшыңыз. Аумақты экономикалық, географиялық жағдай, табиғат ресурстар. Дұрыс. Осымен үй тапсырмасын біз қайталап алдық. Енді бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымызға өтейік. Дүние жүзі елдерінің шаруашылық құрылымын бағалау деген тақырып. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың басты мақсаты дүниежүзі елдерінің шаруашылық құрылымымен танысу. Енді дүниежүзі елдерінің шаруашылық құрылымын таныспас бұрын біз бірінші шаруашылық дегеннің өзіне және дүниежүзілік шаруашылық деген сөздің мағынасын түсініп алайық. Шаруашылық дегеніміз адамдардың еңбек қызметінің барлық түрлерінің жиынтығын біз айтады екенбіз. Ал дүниежүзілік шаруашылық деп халықаралық экономикалық қатынастар жүйесімен біріктірілген және бір-бірімен тығыз байланыстағы дүниежүзі елдерінің ұлттық шаруашылық жиынтығын біз дүниежүзілік шаруашылық деп айтады екенбіз. Енді осы дүниежүзілік шаруашылықпен ары қарай танысайық. Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық құрылымы бұл әлеуметтік еңбек бөлінісі. Нәтижесінде тарихи қалыптасқан оның бөліктерінің, олардың ішінде салалар, кіші салалар, экономикалық қызмет түрлері жиынтығын айтады екенбіз. Осының барлығын біз дүниежүзілік шаруашылық құрылымы деп атаймыз. Енді жалпы шаруашылық құрылымы бойынша дүниежүзінде жалпы 250-ден астам мемлекет бар екен білесіңдер. Ал осы мемлекеттердің барлығы осы шаруашылық құрылымына қарай 4 типке бөлінеді екен. Аграрлы елдер, яғни ауыл шаруашылығымен айналысатын. Аграрлы шикізатты елдер, ауыл шаруашылығымен және өндіруші өнеркәсіппен айналысатын. Және индустриялық елдер, яғни шаруашылығында өңдеуші өнеркәсіппен құрылыс басым болса.
Ал постиндустриалдық елдерде жалпы ішкі өнімнің басым бөлігінің ішінде қызмет саласы болатын болса, көп болатын болса, біз осы индустриялы, постиндустриялы елдер деп бөліктерге бөлетеміз, типтерге. Енді осы типтерге біз жеке-жеке тоқталайық. Аграрлы елдерде, ол несімен ерекшеленеді? Ауыл шаруашылық өнімдерінің ішінде жалпы ішкі өнімнің құрылымында үлес дамушы елдерде 20% болса, ал дамыған елдерде 3%-ті құрайды екен. Халықтың басым көпшілігі ауыл шаруашылығымен айналысады, және ол міндетті түрде қандай болады ол? Ауылды жерлерде тұрады, яғни нашар дамыған елдердің халқы көбісі 73%, ауыл жерде тұрса 25% дамыған елдерде, ауылды жерлерде тұратынын көріп тұрсыздар. Міне осындай елдерді біз аграрлы. Келесі дамушы аграрлы елдердегі басты мәселе неде? Ауыл шаруашылық өндірісінде және оның кәсіп экспортына тәуелді, ауыл шаруашылық өндірісінің өнімділігі төмен. Енді осыда қандай сұрақ туындайды? Неге ауыл шаруашылық өнімдерінің көпшілігі ауыл шаруашылық өндірісінің өнімділігінің төмендігіне әкеп соғып отыр? Не кедергі болады ауыл шаруашылығының дамытуына? Не кедергі болады? Ауыл шаруашылығымен айналысып жатыр, жылда егеді, бірақ өнім төмен. Дана? Бұл жерде техниканың дамымауы, және де осы техника дамымағаннан кейін бұл жерде қанша еккен біздегі өндірістер ол сапасыз болады. Бірінші техниканың жетіспеушілігіне, ол жердің құнарлығына да әсер етеді, климатқа әсер етеді. Отыра қойыңыз. Жаңа біз айттық қоя, көбінесе бұл нашар дамыған елдерде бұл аграрлы елдер, аграрлы топқа жататын, е? Так, аграрлы шикізатты елдер енді. Бұл елдерге көбінесе міне алдыңғы қатарда Конго республикасы, Ливия, Сауд Арабиясы, Кувейт, Мавритания, Ирак елдерінің көрсеткішін көрсетіп тұр. Аграрлы шикізатты ел. Бұл не деген сөз? Шикізат пен отын ресурстарының экспорты дамушы елдердегі табыс көздері. Яғни ауыл шаруашылығымен қоса, ары қарай немен айналысады олар? Шикізатты сыртқа сатумен айналысады екен. Сол арқылы олар өздерінің жалпы ішкі өнімдегі жаңағы табыс үлесін көбейтіп отыр. Индустриялы елдер. Бұл қандай елдер? Соңғы 10 жылдықтарда әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерінде сапалы секіріс байқалған дамушы елдер тобына жатады. Мысалға біз осы Қазақстан осы индустриялы салалардың қатарына не істейміз? Кіреміз, е? Бізде дамып келе жатыр ма? Өнеркәсіп салалар дамып келе жатыр ма? Дамып жатыр, е? Біз тек қана ауыл шаруашылығымен ғана айналыспай, біз әрі де біз өндіріс орындарда да дамытып келе жатырмыз. Шетелдік инвестицияның арқасында өңдеу өнеркәсібінің қарқынды дамуы және арзан білікті күштердің болуы осы индустриялы елдерге тиесілі екен. Өздерінің экономикасын көтеріп отыр. Енді постиндустриялық елдер. Жалпы постиндустриялық елдер ол несімен ерекшеленеді? Ауыл шаруашылығының жалпы ішкі өнімдегі үлесі салма бар жоғы 5%-ға дейін болады. Өнеркәсіп үлесі жылдан жылға қысқарып келеді. Бұлар көбінесе неге айналысып келеді? Шетелдік инвестицияның арқасында өңдеу өнеркәсібінің қарқынды даму, яғни инвестиция тарту арқылы өздерінің өнімдерін шығаруда. Ал постиндустриялық елдер жалпы білім экономикасы бойынша қарастыратын болсақ, бұлар көбінесе өздерінің жалпы қаражатын неге жаратуда? Білім саласына, ғылымға өздерінің үлесін қосуда. Яғни ғылым арқылы біз дамыту арқылы біз өзіміздің экономикамызды көтереміз. Осы тақырып бойынша сіздермен жұмыс жасаймыз. Ал оқушылар енді жаңа тақырып бойынша сіздерге тапсырма парағын беремін. Бұл тапсырма парағы 3 түрге бөлінген, яғни 3 тапсырма, 3 түрлі түспен. Яғни осы тапсырмаларды қазір сіздермен бірге орындаймыз. Әркім өз алдына парақ берілді. Осы парақтарды орындау арқылы бүгінгі сабақ бойынша балдарыңызды жинайсыздар. Сіздер бір-біріңізді өзара бағалау арқылы тексеріп
бағалап отырасыздар. Тапсырма түсінікті ма? Бірінші тапсырма сіздерде беріліп отқан бүгінгі сабақ бойынша қандай тапсырма екен? Әлем елдерінің шаруашылығы бойынша кластер құра. Яғни біз жаңа елдерді 4 типке бөлдік қой. Сол қандай типтер екені сіздер мынау бағалау жұмыс парағына жазып қоясыздар. Ал ары қарай жұмыстарыңызды бастаңыздар. Ал балалар, жұмыстарыңыз бітсе, өзара бағалау бойынша бір-біріңізден алмасаңыз жұмыстарыңызды. Тексерейік. Яғни сіздер 4 тип бойынша аграрлы елдер, аграрлы шикізатты елдер, индустриалды елдер және постиндустриалды елдер бойынша осы 4 типін жазу керек болатынсыздар. Егер дұрыс болатын болса, 2 балын қойып, дұрыс жауапқа 2 балл, бір қате, 2 қате болатын болса, 1 балл қоясыздар. Тексеріп болдық па? Тексеріп болдық? Олай болса, келесі екінші тапсырмаларымыз, яғни сары түстес жұмыс парағында берілген. Бұл екінші тапсырмамыз бойынша сіздерге кесте берілген, яғни сол кестеде мемлекеттер берілген. Сол мемлекеттерді көрсеткіштері бойынша сіздер қай типке жататынын, аграрлы елдер ма, индустриялы елдер ма, жоқ постиндустриялы ел екенін осы кесте арқылы анықтап, осы астындағы кестеге мемлекеттердің атын ғана жазып қоясыз. Қай типке жататынын. Түсінікті ма тапсырма? Ал орындай болыңыздар. Ал оқушылар, енді келесі біздің тапсырмамыз. Сіздердің алдарыңызға бір карта таратылды. Енді осы картада сіздерге осы біздің өткен бүгінгі шаруашылық типтері бойынша берілген карта. Осы картаға қарап отырып, сіздер картасын жоғары жағына мен мемлекеттердің атын жазып қойдым. Осы мемлекеттердің астанасын табасыздар және дүниежүзілік саяси картадан оның орналасқан орнын көресіздер. Ал мына картаға қарап отырып, ол қандай типтегі шаруашылық мемлекетіне жататынын анықтап айтасыздар. Тапсырма түсінікті ма? Орындаймыз. Сіздерге қандай? Бізге Ресей мен Исландия елдер берілген. Ресейдің астанасы? Мәскеу. Қандай типке жатады? Индустриялы ел. Сізгі? Исландияның астанасы Рейкьявик, ол да индустриялы елге жатады. Ресей сол. Дұрыс. Тағы? Ал тағы да кім шығады? Кім болды? Келе қойыңыздар. Түзу тұрамыз. Бізде оңтүстік Африка Республикасы түсті, яғни оның астанасы Кейптаун, аграрлы мемлекетке жатады. Екінші мемлекет ақш, оның астанасы Вашингтон, ол постиндустриалды мемлекет. Дұрыс. Отыра қойыңыздар. Дұрыс. Оқушылар, бүгінгі жалпы сабағымыз бойынша біз қандай тақырыппен таныстық және не туралы білдіңіздер бүгінгі сабақ бойынша? Кім өз ойын айтады? Ақжүніс айта ғой. Жалпы бүгінгі сабақта біз дүниежүзілік шаруашылық құрылымы деген тақырыпты өттік, және де бұл тақырыпта ел топтарға бөлінеді екен. Яғни бірінші аграрлы шикізат, индустриалды и постиндустриалды. Жалпы экономика және де жаңа экономика и индустриялық ел деген терминдерді өттік. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламат болыңыздар.